Үй жануарлары. Бұл жылқы. Жылқы кісінейді. Бұл түйе. Түйе боздайды. Бұл сиыр. Сиыр мөңірейді. Бұл мысық. Мысық мияулайды. Бұл ит. Ит үреді. Бұл қой. Қой маңырайды. Бұл әтеш. Әтеш шақырады. Бұл есек. Есек аңырайды. Жабайы жануарлар. Бұл арыстан. Арыстан ақырады. Бұл жолбарыс. Жолбарыс ырылдайды. Бұл қасқыр. Қасқыр ұлиды. Бұл аю. Аю да ақырады. Бұл жираф. Жираф ыңылдайды, немесе өте бәсең дауыс шығарады. Бұл маймыл. Және маймыл шыңғырады. Бұл зебра. Зебра үріп кісінейді. Есек пен жылқының арасындағы үн. Бұл піл. Піл труба тәрізді дауыспен шырылдайды. Бұл бегемот немесе су өгізі. Ол қорылдайды, пырылдайды, су астында гуілдеген дауыс шығарады. Бұл түлкі. Түлкі шәуілдейді, немесе қыңсылайды.
Балақай, бүгін құстармен танысамыз. Бұл қыран бүркіт. Биіктен ұшып жүріп өткір дауыс шығарады. Күш пен еркіндіктің белгісі. Бұл тырна, ұзын мойынды әдемі құс. Ұшқанда ерекше үн шығарады. Бұл үйрек. Су бетінде жүзіп жүріп, кірә-кірә дейді. Бұл қаз. Үлкен үй құсы. Қатты және ұзақ шақырады. Бұл әтеш. Таң атқанда барша ауылды оятады. Бұл қарға. Ақылды сақ құс. Көбінесе қала мен ауыл маңында кездеседі. Бұл торғай. Ең таныс кішкентай қала құсы. Үнемі шиқылдап жүреді. Бұл тоты құс. Адамның дауысын қайталай алады. Түрлі түсті қауырсындары бар. Бұл көгершін. Тыныш әрі бейбітшіліктің нышаны. Әдетте жұмсақ гу деп гуілдейді. Бұл үкі. Түнгі құс. Үлкен көзді. Бұл қарлығаш. Үй маңында ұя салады. Ұшып жүріп сайрайды. Бұл тоқылдақ. Ағашты тұмсығымен тоқылдатып жәндік іздейді. Бұл көкек. Көктемнің келуін хабарлайды. Өзін танытатын ерекше дауыс шығарады.
саванна жануарлары. Бұл арыстан. Бұл леопард. Бұл піл. Бұл мүйіз тұмсық. Бұл буйвол. Бұл гиена. Бұл жираф. Бұл антилопа. Бұл зебра. Бұл антилопа гну. Бұл газель. Бұл бегемот. Бұл қолтырауын. Бұл бабуин. Бұл страус.